Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен духовкасыз жасалынатын өте дәмді, ауызда еритін, әрі өте жеңіл тортты пісіретін боламыз. Торттың рецепті өте оңай, сондықтан міндетті түрде сақтап алыңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Алдымен ұнға қант және сары май қосып, видеодағыдай басып, ұнтақ формасына айналдырамыз. Бізде осындай ұсақ ұнтақ формасына айналу керек. Содан соң құрғақ сковородкаға пісіріп аламыз. Сковородкамызға жабысып кетпеу үшін қасықпен араластырып отырамыз. Бізде алтын түстес қатталау болып пісіп шығу керек. Содан соң кремімізді дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенкаға қаймақты қосып араластырып аламыз. Осылай креміміз дайын болды. Қамырымызды немесе корждарымызды пісіріп болған соң 5 бөлікке бөліп аламыз. 22 диаметрлік форманы дайындап, үстіне корждарды сеуіп, оның үстіне кремді жағамыз. Примерно 4-5 ас қасық кремімізді жағып аламыз. Содан соң кезекті коржды сеуіп, кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Бізде осындай 5 қабатты тортымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа түнге қойып қоямыз. Бір түн өткеннен кейін тортымызды формадан аламыз. Бізде осындай өте оңай әрі жеңіл жасалынатын, духовкасыз пісірілетін тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шықты. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Сау болыңыздар.